Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді әрі тез дайын болатын хачапури дайындаймыз. Ең алдымен бір жұмыртқамызға тұзымызды салып араластырамыз. Одан кейін барып сүтімізді құямыз. Сүттің жылы салқын болуы маңызды емес. Ұнымызды салып жақсылап араластырып, разлихитель бір чайный ложка саламыз. Одан кейін барып теркадан өткізілген сырларымызды салып, жақсылап араластырып, сковородкамызға 2 беті қызарғанша 10 минуттан пісіріп аламыз. Өте дәмді, оңай, тез жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де сковородкаларыңыз үлкен болса, бір рет пісіріп алсаңыздар болады. Егер сковородкаларыңыз кішкентай болса, 2-ге бөліп пісірсеңіздер болады. Ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.